Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді донор жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Табамызға сұйық майымызды құйып, оны жақсылап қыздырып, одан кейін осылай ұсақтап туралынған тауық етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Етімізге татымына қарай тұз және қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң кішкене сойлы соусымызды құйып, жақсылап 1 минуттай қуырып алатын боламыз. Одан кейін қызанағымыз бен қиярымызды ұзынша қылып турап шығамыз. Жалпы донердің салмасына кез келген көкөністерді пайдалансаңыздар болады. Біздің донерге қажетті корейский салат, сыр және де жұқа лавашты қолданасыздар. Соусымызға майонез, кетчуп және 3 ас қасық қаймағымызды салып, оның үстіне кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Донердің салмасына арнайы фри қуырып алсаңыздар болады. Мен оның орнына осындай картофельный соломкаларды пайдаландым. Бұл міндетті емес, оларды қоспасаңыз да болады. Соусты көбірек қосыңыздар, сол кезде донерлеріңіз өте сочный болып шығады. Қалған лаваштарға да дәл солай салмасын салып, нығыздап, жақсылап орап шығасыздар. Біздің лавашымыздың сырты хрустящий болу үшін осындай арнайы грильницаға салып алдым. Егер сізде бұндай болмаса, табаға да салып алсаңыздар болады. Міне біздің донеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің арнама тіркеліп, видеома лайк, комментарий қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан түрлі видео рецептерді таба аласыздар. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.